заң бойынша сіз мына мемлекеттік тілде бірінші, қажет болса кейде орыс тілінде де жауап беруге міндеттісіз. Железнодорожный дегеннің темір жолшылар деп те атайды, бірақ негізінде олардың ресми аттары жоқ. Барлығы қаланың территориясы. Қазақ тілде емес ортада ақпараттық жұмыстарды күшейтсек деп отыр. Мысалы, өзге ұлт өкілдері көп, этнос өкілдері. Елбасымыз да басында айтты, қазақпен қазақ қазақша сөйлесін дейді. Осы принцип әлі іске аспай келеді. Армысыз ағайын, баршаңызды еліміздің ең басты мерекесі тәуелсіздіктің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Тіл және тәуелсіздік егіз ұғым. Осыған орай айтулы мерекеде студиямызға Нұр-Сұлтан қаласы тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Сәкен Есіркеп мырза қонақта. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, рахмет. Мереке құтты болсын. Рахмет. Осындай мереке қарсаңында сіздердің де мына басқарманың құрылғанына 20 жыл толып отыр екен. Осындай мерейтойға қандай жетістіктермен жеттіңіздер? Көп рахмет бірінші бүгін эфирге шақырғандарыңызға. Екіншіден сіздерді және өздеріңіз арқылы осы экраннан қарап отырған барша ел азаматтарын еліміздің ең басты мерекесі тәуелсіздігімізбен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздік біз үшін қастерлі ұғым, өйткені осы жолда қаншама боздақтар қыршын кетті, ата-бабамыз қаншама жылдар осы тәуелсіздікті аңсады. Тәуелсіздік бізге көп нәрсе берді. Оның бірі біз екеуміз отырған қазір үлкен қаламыз, елордамыз. Сонымен қатар жаңа айтып өткендей елордамызда және ел көлемінде тілдерді дамыту басқармалар құрылды. Енді мен тақырыпқа тереңдеп кіріп жатырмын. Тәуелсіздіктің көп мәселелерін айтуға болады, жеке-жеке тармақ қылып. Тіл басқармалары құрылды. Бұл себеп бізге тәуелсіздіктің бізге берген ең басты құндылықтарының бірі осы ана тілімізді қайтадан өзінің деңгейіне көтеру. Яғни бұған дейін кеңес одағының кезінде осы тіліміздің көп тепеш көргені, кедергі тап болған білесіздер. Содан кейін тәуелсіздіктен кейін осы тілімізді көтеру мақсатында тілдерді дамыту басқармалары құрылды. Біздің басқарманың құрылғанына биыл 20 жыл толып отыр. Осы жылдар ішінде біраз жұмыстар жасалды. Қазір жұмыстарға қысқаша тоқтала кетейін. Негізі бағыт бойынша. Біздің басқарманың бір жұмыс бағыты тілдерді оқыту, ана тілімізді, қазақ тілін оқыту ең бірінші. Жыл сайын бізде қазіргі таңда 1,5 мың адамды жыл сайын оқытамыз мемлекеттік тілге, ана тілімізге. Өзге ұлт өкілдері, қала тұрғындары, оларды таңдап өздерінің қалаулары бойынша. Екінші ағылшын тілін оқытамыз қазір әлемдік тіл ретінде. Мемлекеттік қызметкерлер, түрлі қызмет көрсету салаларындағы қызметкерлерді. Жұмыстың тағы бір бағыты бізде ономастика. Көшедегі ат беру, қаланың қазір 1000-нан аса көшесіне аттар берілген, оның барлығы тәуелсіздік жылдары берілген. Яғни қазір салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Қазақстан бойынша ең көп осы 97-тен тәуелсіздік жылдары ат берілген өңір ол біздің Нұр-Сұлтан қаласы. 1000-нан аса атау осы уақытқа дейін көшелерге берілген. Одан кейін тағы бір бізде бағыт бұл мемлекеттік рәміздер. Қазір таңда мемлекеттік рәміздердің заңға сәйкестігін, оны насихаттау жұмыстары келер жылы 30 жылдық болады рәміздерімізге. Осы бағыттағы жұмыстар. Сосын көшедегі жарнамалармен жұмыс, заңсыз жарнамалар, оларды түзетуге атсалысу, басқа құрылымдық мекемелермен бірлесе отырып. Және сол сияқты басқа да қазір архив біздің басқарманың бір бағыты, құнды құжаттарымызды жарыққа шығару, оларды цифрлық форматқа көшіру, ғылыми айналымға енгізу, бүкіл қаланың тарихын сақтап кейінгі ұрпаққа беру деген сияқты осындай бағыттар бар. Жақсы, жаңа өзіңіз айтқан бір бағыттың ішінде мемлекеттік тілді кәсіпкерлер арасында, адамдар арасында оқыту. Осы енді қаншалықты сапалы деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Шын мәнінде мемлекеттік тілді халықтың арасында кең аясын кеңейтуге ықпал ете ме? Енді былай, біз жаңа 1,5 мың адам дедім, басында оқытамыз деген. Олар қала тұрғындары, олар түрлі деңгей бойынша арнайы методпен оқытамыз. Одан бөлек 1,5 мың адамнан бөлек, оның 40%-дай өзге ұлт өкілдері. Өзге ұлт өкілдері болғанда славян тектес ұлттарды алып отырмыз, бұл жерде этносты. Солар 40%-ға жуығын құрайды 1,5 мың адамның. Одан бөлек біз қызмет көрсету салаларындағы мемлекеттік тілді, қазақ тілін білмейтін азаматтар бар, біздің кәсіпкерлер бар, қызмет көрсетуші персоналдар бар. Соларды оқытамыз. Бұл жердегі негізгі себеп мынада. Бізде қазақ тілін біл деп айтамыз ғой енді. Кейбіреулер айтады, тілге байланысты кикілжіңдер болып жатады, мысалы сауда орындарында, түрлі қызмет көрсету секторларында. Олардан біз сұраған кезде, неге сен мемлекеттік тілде келіп тұрған адамға жауап бере алмайсың дегенде, мен тілді білмеймін дейді. Біз айтамыз, онда білмесең, біз сізге үйретейік. Ол қарапайым ғана интенсивті курс, 1 айдың көлемінде өткізеді, аптасына 3 мәрте өткіземіз, 2 сағаттан уақыт бөліп. Сол жерде отырып, ең кәсіпкерге, қызмет көрсетушіге қандай сөздер керек, соны үйретеміз. Мысалы, қарапайым, қош келдіңіз, қайырлы күн, саламатсыз ба, бұның бағасы осынша тұрады. Бізде бұл жоқ, бар, мысалы, қош сау болыңыз, немесе келіп тұрыңыз, бұл тауар бізде жоқ, бар деген сияқты осындай
біз 100-ге жуық сөздердің әр сала бойынша тізімін жасадық, ең қажет деген солар бойынша оқытамыз. Міне осы сен саған келіп, сен кәсіпкерсің, тұтынушы мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде қызмет алуға толық құқы бар, заңда көрсетілген. Сен оның құқығын бұзбауыңыз керексіз. Келген кезде осы қарапайым сөздердің аясында жауап беріп, тұтынушымен дұрыс қарым-қатынас жасаңыз деген сияқты. Бізде қарапайым көп проблеманың көпшілігі я не знаю деген сияқты, болмаса мен білмеймін деп, сондай бір мінездегі бір қырсықтықтан пайда болатын дүние. Сондықтан біз олармен кездесуде міндетті түрде осы заңды түсіндіреміз. Заң бойынша сіз мына мемлекеттік тілде бірінші, қажет болса кейде орыс тілінде де жауап беруге міндеттісіз. Сондықтан осыны үйреніңіз. Сіз конфликтіге бармаңыз. Конфликтіге барсаңыз, заңның осындай баптары бойынша бұл жерде жауапкершілік қарастырылған деп бәрін түсіндіріп отырып оқып жатырмыз. Қазір Нұр-Сұлтан қаласында 20-дан астам орында осындай оқыту курстарымыз бар. Астаналық Артем бар. Бұған дейін бірнеше конфликттер болған. Сосын Технодом сияқты бірнеше кинотеатрлар бар. Персоналдары, өзге ұлт өкілдері біз білмейміз дегендерді қазір оқытып жатырмыз. Бірақ оның бір яғни олардың қажеттілік болып тұр ма оларға? Қажеттілік бар. Біз айтқан кезде атамекен арқылы олар айтты, келіңіздер, көмектесіңіздер деді. Біз оларға сабақ оқытудан бөлек, интенсивті курстан бөлек қазір аудандар көлемінде спикинг клабтар жасап жатырмыз. Спикинг клаб ұйымдастырып жатырмыз. Қазақ тілінде жаңағыдай әңгімелесу клубы ғой, енді саудагер болады, басқа болады деген сияқты. Сосын ағылшын тілінде өткізіп жатырмыз қазір спикинг клабтарды. Аудандар көлемінде кім қалайды, ағылшын тілінде әңгімелесу. Қазір барлығы білесіздер, ақылы түрде біреулердің қалтасы көтереді, біреуді көтермейді деген сияқты. Осындай мүмкіндіктерді жасап жатырмыз. Сізде бәрі тегін ғой, Әрине тегін, Мына пригородный, жаңағы железнодорожный, кирпичный деген бізде тұрғын алаптары өте көп. Солардың әлі күнге дейін атауы неге қазақшаланбаған? Бұл жерде мына нәрсені түсініп алуымыз керек. Бізде қаланың саясатында Нұр-Сұлтан шет аймақсыз қала деген атты естіп жүрген шығарсыз. Шет аймақсыз, яғни бұл жерде пригородный деп атсыз, жаңағы лесозавод дейді, басқа дейді. Негізінде олардың аттары, сіз айтып отқан ат, бұрын ол Ақмоланың кезінде, оған дейін Целиноградтың кезінде берген аттар. Олар қаланың территориясына кірмеген олар. Сондай поселоктар болып қаланың айналасында тұрған елді мекендер болған. Кейін Астана болған соң Астананың құрамына кіргізілді олар. Астананың құрамына енгеннен кейін халық үйреншікті әдіспен соны атай береді қазір. Лесозавод дейді. Оны қазақшалап өндіріс деп атап жүр. Мысалы Күйгенжар дейді, басқа дейді. Қазақша баламалар бар көпшілігінің. Мысалы жаңағыдай железнодорожный дегеннің темір жолшылар деп те атайды. Бірақ негізінде олардың ресми аттары жоқ. Барлығы қаланың территориясы. Қала негізінен 4 бөлікке бөледі. 4 бөлігі 4 аудан. Ол ауданның құрамындағы адамдарға түсінікті болу үшін жаңа Үркер, басқа деп аттарын атайды. Бірақ негізінде ондай орысша атаулар. Яғни аумақтық бірлікте, мысалы Астана қаласы бойынша құжатында ондай ат жоқ. Иә, құжатында жоқ. Жаңағыдай кезінде Астананың территориясына кірмей тұрған кездегі атау солай болғандықтан халық әлі күнге солай атап жүр. Түсінікті болсын, ұғынықты болсын деген сияқты. Бірақ бізде мына газетте, жұмыста журналистер сұхбат алған кезде немесе баяндамаларында сол атаулар сол күйінде кездеседі. Біз сол күйінде жазамыз. Қазақша баламалар бар, барлықтарын қарасаңыздар. Қазақша байланса қателеспейміз бе? Қателеспейсіздер, иә. Елордада көше аттарын жаңа атап кеттіңіз, еліміздің белгілі танымал тұлғаларына атау беру. Сол мәселе қалай шешіледі, кіммен ақылдасады деген сияқты. Қай көшені кімнің атын беру керек мәселесі мысалы. Ол жерде былай барлығы заңға сәйкес жүзеге асырылады. Ең бірінші біздің Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің жанындағы ономастикалық комиссия бар, қалалық. Оның құрамына тарихшы ғалымдар, бірнеше тарихшы ғалымдар, профессорлар, қоғам қайраткерлері, мемлекет қайраткерлері, мемлекеттік құрылым басшылары, парламент депутаттары енген. 20 шақты адам бар, қазір нақты саны есімде жоқ. Осы құрам бізге келіп түскен, әкімдікке келген, бізге жоғары жақтан ұсыныс ретінде тапсырмамен келген, жекелеген азаматтардан түскен, өзіміз қарайтын ұсыныстардың барлығын қараймыз. Нұр-Сұлтан қаласында кімдерге ат беруге болады? Мысалы ұсыныс түседі. Мысалы, тарихи тұлғаны. Ол тарихи тұлғаның еңбегін саралаймыз. Лайық па, лайық емес пе қалаға беруге? Біреу атасынан ұсыныс алуы мүмкін. Ондай жағдайлар өте көп. Менің атам керемет деп ұсынатын мысалы. Ол бірақ қаланың деңгейінде, елорданың деңгейінде беруге бола ма, жоқ па? Осының барлығын сараптаймыз. Сол жерден мысалы бізге бір 30 ұсынысты қарап, лайықтыларын қолдаймыз, лайық еместерінен бас тартамыз. Кешіріңіз, комиссияның отырысында бұл ұсыныс қолдау тапқан жоқ деп. Ұсыныс қолдау тапқан жағдайда біз оны мәслихатқа енгіземіз. Мәслихатта қоғамдық тыңдау болады. Қоғамдық тыңдауға депутаттар, қала тұрғындары, көпшілік кіреді, бақ өкілдері кіреді, оның ішінде олармен талқылаймыз. Олар керек еместерін алып тастауы мүмкін, қарсы шығып бұны қолдамаймыз деп. Одан шыққаннан кейін біз қоғамдық кеңеске кіргіземіз. Ол жерде де көпшілік тыңдау болады. Қоғамдық кеңесте де қаншама әңгімелер айтылады, қараймыз, сараптаймыз, саралаймыз. Соны біз докладпен шыққан соң, оның ішінен шығып қолдау тапқандарды аламыз да біз республикалық ономастикалық комиссияға жібереміз. Ол жақта да ғалымдар отыр, ол үкімет жанынан құрылған ұйым. Сол жерде олар қарап,
өздері қолдаған жағдайда олар бізге қайтадан түсіреді, мына көшелер бойынша біз қолдау бердік деп, сол көшелерді алып біз маслихатқа, сессияға қайтадан кіргіземіз. Сол жерде отырып депутаттардың қолдауын алып, маслихаттың шешімі, әкімдіктің қаулысы біріккен екеуі шығады, осы құжаттарды тіркеп, сосын барып заңдастырамыз. Аудандарға, тиісті құрылымдарға береміз, содан кейін ары қарай жаңа көшеге аншлагтары басқалар қойылады. Биылдыққа қанша адамға атау берілді, қанша көшеге? Жылдың басынан есептейтін болсақ, бір 40-тан аса көшеге ат берілді жылдың басында. Және 12 мектепке ат бердік біз. Жылдың басынан ірі тарихи тұлғалар көп, оның ішінде. Және осы жақында 10 қарашада бізде ономастика комиссиясы өтті. Сол жерде 7 мектепті тағы қолдап шықты. Өзбекәлі Жәнібек бар, Кемел Ақышев бар, академик, Дінмұхамед Қонаев бар, Ахметұлы, Ермек Серкебаев, Роза Бағланов, Фариза апамыз бар. Осындай 7 тұлғаның тізімін алып, қазір Ыбырай Алтынсарин бар. Маслихатта қолдау таптық, республикалық ономастикалық комиссиясы да қолдады өткенде. Енді осы мектептерге береміз. Одан бөлек қазір 27 көшені бізге қалалық ономастика комиссиясына тағы қарап, оны қолдады. Және қазір маслихатпен қоғамдық кеңесте талқыланып жатыр. Одан кейін мүмкін барлығы дұрыс шешілген жағдайда кем дегенде 20 көшеге биыл жыл соңына шейін немесе келесі жылдың басында ат беретін боламыз. Көшедегі жарнамалар, көрнекі ақпараттар сол жерде қате кездессе, қандай шара қолданасыздар және меншік түріне қарамай оларға жаза қолдануға өкілеттіктеріңіз жете ме? Жарнама үлкен проблема. Он тек бұл Астанаға қатысты емес негізінде, бүкіл өңірде Қазақи деген өңірлерге барып барсаңыздар да жарнамада қателер болуы мүмкін, немесе бір ғана тілде болуы мүмкін. Заң бойынша бірінші мемлекеттік тілде жазылу керек, сол жағында. Екінші орыс тілінде, немесе мемлекеттік тілде үстінде, орыс тілінде астында болу керек. Бірақ заңның талаптары өкінішке қарай сақтала бермейді. Заң болған соң, талап болған соң, оның бақылануы болу керек. Өкінішке орай 2008 жылы бақылау функциясын жергілікті атқарушы орган алып тастаған жарнамадағы тілге қатысты кемшіліктер бойынша. Одан кейін әкімшілік құқық бұзушылық кодекстен кәсіпкерлерге салынатын айыппұлдардың тізбесі бар. Осындай жағдайда кәсіпкерге айыппұл салынады. Мынандай кемшілік болса, мысалы санитарлық талаптар деген сияқты кетеді. Оның ішінде бұрын тіл туралы заңның талаптарын бұзған жағдайда деген болған. Оны Атамекен мен Ұлттық экономика министрлігі көтеріп заңнан алып тастаған. Қазір тілге қатысты кемшіліктер болған жағдайда, тіл талаптары бұзылған жағдайда кәсіпкерге айыппұл салынады деген талап жоқ. Енді біз не істейміз? Қарап отыруға болмайды ғой. Бірақ заңда жазылған, екі тілде болу керек дегені бар. Содан кәсіпкерлерге біз арнайы рейд жасаймыз. Мемлекеттік құрылымдар, аудан әкімдіктері бар. Қазір мораторий бар, білесіздер, мораторийға байланысты кәсіпкерге баруға болмайды деп қойған тағы да. Біз түсіндіру жұмыстарына барамыз көбіне. Хат жазамыз. Міне сіздің осындай объектіңізде жазылған жарнама қате, немесе мемлекеттік тілдегі нұсқасы жоқ. Осыны заңға сәйкестендіруіңізді сұраймыз деп айтамыз. Оның көпшілігі айтқанға келседі, кейбіреулер айтады, мен қаражатым жоқ дейді, болған бірақ ешнәрсе істей алмайсыз. Айыппұл салу қазіргі таңда мүмкін емес. Яғни жергілікті атқарушы органдардың құзыретін алып тастаған. Одан бөлек мынадай нәрсе бар. Айыппұл салу үшін бірінші хаттама толтырылу керек, дұрыс қой. Құрдан-құр барып айыппұл салып кете алмайсыз ғой. Оның бекітілген үлгісі болады. Ол хаттамасы жоқ. Оны уәкілетті орган бекіту керек министрлік тарапынан. Сосын тексеру парағы деген болады. Тексеру парағында жазады, параметрлер жазылады, қандай талаптарға сәйкес келеді, келмейді деген сияқты. Ол да бекітілмеген. Айыппұл салу үшін сондай құжаттар болу заңнамалық. Сосын белгілі бір мемлекеттік орган жауапты болып бекітілу керек. Ол бақылау функциясы болу керек деген сияқты. Қазіргі таңда тек қана профилактика, түсіндіру жұмыстары арқылы жүргізіліп жатыр. Айыппұл салу жоқ. Негізінен айыппұл салу, заңды қатаңдату жағын қолдаймыз. Біз бірнеше рет ұсындық. Адамда кішкене сол айыппұл салып, кішкене әкімшілік жауапкершілік болған кезде сәлде болса аяқ тартады, жаңа заңға қарайды деген сияқты. Осындай. Ол неге алып тасталынды мысалы? Кәсіпкерлерге қолдау көрсетеміз деген мақсатпен алынған. Оны Атамекен кәсіпкерлер палатасы осы жақында ғана парламентте көрнекі ақпаратпен жарнамадағы тілге қатысты нормаларды қарау бойынша жұмыс тобы құрылған, сол жерде ұсындық. Сол жерде отырып Атамекен қарсы шықты, ұлттық экономика екеуі. Тіпті қарапайым бақылау функциясы бар ғой жергілікті атқарушы органдарға, соны сұрадық, соның берген жоқ. Бақылау функциясы сіздерге берілмейді деді, олар қарсымыз деді. Атамекен егер заңға, үлкен мемлекеттік деңгейдегі заңға қарсы болып келіспейтін болса, заң қабылданбайды. Кәсіпкерлердің мүдделеріне әсер ететін нәрселер бойынша Атамекеннің келісім беру міндетті қазір. Атамекен келіскен жоқ оған. Мына бұрын көшеде жарнамалардың маңдайша жазушылары латын әріптерімен жазылып келді. Қазір оларға тыйым салынды, өйткені латын қарпі әлі нақты бекітілген жоқ, және адастыруға апарады адамдар деп. Ал бұрын жазылып кеткендері тұра бере ме әлде? Оған да тыйым салына ма? Жоқ, оған тыйым салыныватқан ешнәрсе жоқ. Бұл жерде былай ғой, бізде латынға көшу туралы ұсыныстар айтылғанда халықтың басым көпшілігінен көп қолдау болды. Қазір жастарымыз да латынды көп үйреніп, жеке адамдар арасындағы хат алмасуда қазір латынды көп қолданады. Және латынның алғашқы әліпбиі нұсқалары шығып, бекітілді ғой алғашқы бірнеше нұсқасы.
кейін өзгертілді, қайта бекітілді, емле ережелері қаралды. Сол кезде уәкілетті органнан бізге айтты, кәсіпкерлерде егер ынтасы болса, жазам десе жаза берсін деді. Өйткені ол жақсы қайта бұл визуалды тұрда әр нәрсені көрген кезде көзбен қарағанда ақпаратты көп адам қабылдайды. Латынмен жазылып тұрса, латынға деген оның сүйіспеншілігі болса, біз қазір қарсылығымыз жоқ. Бастысы қазіргі соңғы бекітілген нұсқамен қарап беріңіздер деді. Содан кейін біз қаншасын біразын қарап бердік. Кейбіреулер тиіскендер жоқпыз, өздері ілгендерге жарайды дедік. Бастысы қате болмаса болды. Енді бірақ 2019 жылдың соңында осы соңғы нұсқаға байланысты қайтадан дау туындады ғой енді. Жаңа нұсқасы ұсынылып жатыр. 2019-ның соңында айтты, бізге тоқтата тұрыңдар деді. Тапсырма келді. Одан кейін біз латынмен қазір бекітіп, латынмен жазып жүрген жоқпыз. Бірақ бұрынғы нұсқалар әзірге тұра береді. Егер аса үлкен бір қате болып, немесе адамдардың ар-ожданына тиетін бірдеңелер жазып қоймаса, біз оларға тиіспейміз. Ертең жаңадан соңғы нұсқасы тағы да шығып, осымен жазыңдар десе, сонымен сәйкестендіру жөнінде біз ұсыныстар береміз. Кәсіпкердің жағдайына қараймыз, бұл жерде радикалды метод қолданбаймыз, яғни. Кейін бірте-бірте өзгертіледі оның барлығы. Мына өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тіл менің тілім деген байқау жиі өткізілетін. Сол қазір өткізіле ме әлде? Сосын басқа ұлттардың біздің тілге деген, үйренуге деген құлшынысы қалай? Бұл байқау қазір соңғы 1-2 жылда өткізілген жоқ, егер қателеспесем, қаланың көлемінде болған жоқ. Бірақ дегенмен де біз қазір өзге ұлт өкілдерін, өзге этнос өкілдерін пайдалана отырып, солардың әлеуетін қолданып, қазақ тілде емес ортада ақпараттық жұмыстарды күшейтсек деп отырық. Мысалы, өзге ұлт өкілдері көп, этнос өкілдері мемлекеттік тілді жақсы көретін, солармен солардың потенциалын пайдаланып, мысалы, орыс тілді аудиториямен жұмысты көбірек жүргізсек деген ой бар. Бұның себебі өйткені біз бұған дейінгі жасалып жатқан дүниелердің барлығын қарайтын болсақ, мемлекеттік тілді үйренуге қатысты өз қазанымызда өзіміз қайнап жатырмыз. Мысалы, барады да қазақ тілін үйреніңіз дейді, қазақтарға айтады барып. Қазақша білетін аудиторияға бар тағы сондай әңгіме айтады. Мысалы, рухани кештер, рухани шаралар өткізіп тағы қазақ тілді ортада. Ал қазақтың тілін білмейтін, немесе ол тілде ақпарат мүлдем алып жүрмеген адамдар бейтарап қалып қойып отыр бұлар. Олар білмейді мына жақта не болып жатқанын. Сондықтан орыс тілді біз бір мемлекетпіз ғой, бір халықпыз. Сондықтан екі жақты біріктіріп, ортақ бір ақпараттық айдын болу керек. Ортақ бір жұмыс болу керек. Сондықтан орыс тілді аудиториямен жұмысты күшейтсек деген жоспарымыз бар. Бұл жерде мен айтар едім, біздің титулды ұлт ретінде өзіміздің қазақтарға да көп нәрсе байланысты. Өзге ұлттар қазақ тілін үйретуге құрмет жасау. Елбасымыз да басында айтты, қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін дейді. Осы принцип әлі іске аспай келеді. Шын айту керек, қазір мысалы, менің қаншама кәсіпкер достарым да бар. Мысалы, қазақ тілді жақсы көретін сияқты, әңгімелеріне қарасаң, қазақша сөйлеп жүреді. Бірақ бір кәсіп ашады, кәсібіне барсаң, дүкенінде мысалы ақпараттарды орыс тілінде жазып қойды, менюді орыс тілінде жазып қойды мысалы. Қарапайым принцип нәрсе ғой. Жүрген жерінде өзің қазақша сөйлеп жүрсең. Мен мысалы бұл тіл басқармасына келгенмен 3 жылдан енді асты негізінде. Орынбасар болып келдім ғой. Оған дейін әртүрлі салада жұмыс істедім. Мен осы жүрген жерімде тек мемлекеттік тілде сөйлеймін, өзім ана тілімде. Мемлекеттік менің ана тілім ғой. Қазақстанда тұрып жатырмын. Басқа ұлт өкілі тұра ма, мысалы қызмет көрсету саласында қазақша айта беремін, маған ананы беріңіз, мынауыңыз қанша тұрады деген сияқты. Бұған дейін үлкен бір кедергі көрген жоқпын осы. Мен сұраған кезде барлығы жауап береді. Бізге де тек қана қазақша жауап беріп, мемлекеттік тіл ғой енді. Бұған заңда көрсетілген ешқандай шектеу болмау керек мемлекеттік тілдің деп. Мысалы, мен бұған дейін бір-екі жерде айтып едім. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын Алматыдан келе жатырмын жеке көлікпен. Қарағандыдан өткен кезде бір жанармай құю бекетіне кіріп, сол жерде бір орыс қыз тұр екен, 20-25 жасар. Соған айттым, 5-ші колонкаға 6000 теңгеге құйып жіберіңізші дедім. Ол түсінді, құйды. Сол кезде айтты, бірақ түсінесіз ба деді. Осы менің өміріме дейін бүгінгі күнім үшін дейді. Маған қазақша сөйлеген бірінші адамсыз деді. Бірінші адам қазақша сөйлеп дұрыс деді. Өзіміз сұрамасақ, өзіміз айтпасақ, өзіміз адамдарды шақырмасақ, қазақша сөйлеуге ешкім сөйлемейді ғой. Бұл жерде өзімізге көп жауапкершілік бар деген осы. Сөзіңіз аузыңызда осы банкте, халыққа қызмет көрсету орталықтарына барсақ, көзімізде көріп жүрміз. Білет қазақша, бірақ орыс тілінде сөйлеседі. Келуші де, қызмет көрсетуші де. Соларды бір қадағалауға бола ма? Қандай да бір шара қолдануға басқарма енді қалай әлде тек қана жаңағы тілді үйрету мақсатында курстарыңыз арқылы ғана тартамыз ба оларды? Жаңа жауапкершілікті сезіну керек менің ойымша. Біздің өзіміздің ана тілімізге бұл қазақ тілі деген бізден басқа ешкім керек емес, шын айтқан кезде. Өзіміз қазақ ретінде өзіміз соған қажеттілік туғызуымыз керек деп ойлаймын. Бірінші мәселе сол ғой. Сол сөйлесіп отқан қазақтар екеуі де. Бірақ санасы. Роза Мұқанова апайымыздың постын оқыдыңыз ба білмеймін. Иә, драматург апайымыз шын айтқан кезде іші ашып тұрып жазып. Емханаға барғанда бәрі өзіміздің қара көздер
кто крайне, анау деп, мынау деп бәрі орысша сөйлейді дейді. өзімізге Өзімізге қажеттілік қылмаймыз, тек біреуден ғана талап етеміз да. Сен осыны тұғырға қондырып бер мемлекеттік тілді. Сосын біз сөйлейміз деген сияқты ғой. Енді оның бар кешенді жұмыс қой. Біз болып барлығымыз кешенді істеуіміз керек. Әзірге тек сондай ғана жолмен, иә. Әркім өзінің санасына. Иә, енді оны біз ақпараттық жұмыстар жүргіземіз, жаңа түрлі кісілермен, патриот кісілермен кездесулер ұйымдастырамыз. Мектептерде банктерге бару керек емес пе екен? Банкпен банктерде жаңағыдай конфликт болатын болса, біз айта алмаймыз ғой. Біреуге орысша сөйлеп тұрса, сен неге оған қазақша сөйлемейсің деп айта алмайсыз ғой. Олар өзінің жұмысын жасап жатқан адамдар. Егер тұтынушы қазақша сұрап тұрып, банк өкілі орысша сөйлеп, оған бір конфликт болса, біз айтамыз. Тұтынушының сіз құқығын таптап отырсыз, мемлекеттік тілде жауап беріңіз деп. А егер тұтынушы өзге сұрап тұрса, не айтасыз оған? Соңғы 30 жыл ішінде жалпы елорда әсіресе шеттен келгендер көп айтады да, өңірден келгендер. Елорда таза орысша сөйлейді, шүлдірлеп тұр деп. Енді әсіресе мына балалардың да соңғы кездері 6 жастағы балалардың тілі YouTube арқылы орысша шығып келе жатыр. Соған қатысты не айта аласыз? Неге біз өзіміздің тілімізден өзіміз жеріндік? Себебі неде деп ойлайсыз? Басқарма басшысы емес, жалпы адам ретінде өзіңіздің ойыңыз. Енді бұл қазіргі әлемде дамып отқан өркениеттің жаңағы интернет технологияның заманы ғой, біз бұған қарсы тұрмаймыз. Ол ақпараттық майдан деген үлкен деңгей, қаншама ақпараттар ағылып жатыр. Кейде шектеу керек дейді жаңағыдай бейберекет контентті. Бірақ бұл жерде мен бір кейде мүмкін артық айтып жатырмын, білмеймін. Мысалы мен жеке азамат ретінде өзім 3 қыз тәрбиелеп өсіріп отырмын ғой. Үшеуі де қазақша сөйлейді, мысалы орысша біледі, жаңағы мультиктерді де көреді, жұрт қатарлы телефонда, смартфонда қарайды. Бірақ қазақша сөйлейді, барлығы анық қазақша. Біреулер айтады, мен қазақша сөйлесем де бала-шағам орысша сөйлейді дейді. Соны білмеймін, менің өзімде бала-шағам мысалы 3 қыз өсіріп отырмын, Құдайға шүкір. Үшеуі де қазақша сөйлейді. Бұл жерде бала мен ата-ананың арасында көп байланыс, контакт болу керек деп ойлаймын. Сөйлесу керек, әңгімелесу керек мемлекеттік қазақ тілінде, өзінің ана тілінде. Көп сөйлессе, сонда дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Бірақ біз енді қазір мына TikTokта, YouTube'та, Instagram'да көп байқаулар, жобалар ұйымдастырғымыз келіп жатыр. Бірақ бәрібір бұның барлығын қарайтын болсақ, бір теңізге тамған тамшы сияқты болып кете алмайды. Ақпарат кең ғой, өйткені қазір Ресейдің нарығы бар, ақш-тың нарығы, батыстың нарығы. Интернетте шектеу жоқ, қазір бір контентте екісіне өтіп кете бересіз. Осы жерде кішкене проблеманың бар екенін анық, ол шынында да қазір жастардың арасында проблема, оны көріп отырмыз. Байбалам салып айтып отырған қоғам болып жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Сосын мына тіл жанашырларының айтуынша мына аралас мектеп деген болмау керек дейді. Сол құртып жатқан сол дейді. Жылда бізде елордада қанша мектеп салынады, бірақ аралас мектептердің саны өте көп екен. Таза қазақ тілінде мектептерден гөрі. Солардың санын азайту керек деп санамайсыз ба өзіңіз? Азайту керек деп санаймын, және бұл жөнінде ұсыныстар айтып жатырмыз. Әрине бұл бұған дейін де айттық қой, біз бірнеше рет хатта жазып жатырмыз, ұсыныстарды білдіріп жатырмыз. Негізі аралас мектептердің шығуы ең бірінші орыс сынып қазақ мектептері бөлінді ғой. Сол қазақ тіліндегі сыныптардың санын көбейту, орыс сыныптарындағыны екеуін араластырып, ортақ бір мектеп құрау мақсатында пайда болған дүние ғой, жасыратын жоқ. Бірақ сол аралас мектептегі біздің оқушылардың, ата-аналардың, мұғалімдердің арасында бәсеке, жаңағыдай ортақ мәселелер болған кезде көбіне орыс тіліне акцент қойылып кететін рас. Оны біз жиналыстарында қараймыз, мониторингте жасаймыз. Өткенде ғана осы қыркүйек айынан бастап біз аралас мектептерді қарап көрдік ішінде. Шынында проблема бар. Білім саласындағы өзіміздің басшылықпен тағы да көтеріп айтып жатырмыз, министрлікпен сөйлесіп жатырмыз. Мүмкін бір ортақ деңгейде ұлттық бір тапсырма ретінде ол іске асатын шығар деп ойлаймыз. Біз негізі көтеріп жатырмыз. Балабақшаны да көтеріп жатырмыз. Баланың тілі кішкентайынан шығады. Сол жерден бастап мемлекеттік балабақшалар мемлекеттік тілде болсын деп бір ұсыныстарды айтып жатырмыз. Бірақ енді ол бір ғана басқарманың шешетін дүниесі емес қой. Сіздің басқармаға тек тілді дамыту емес, мына архив ісі де қарайды. Соңғы кездері мына басқарма тарихи жаңағы әділетсіздікті қалпына келтіру, ақтаңдақтарды қалпына келтірумен айналысуда, соның жұмыстың нәтижелері қашан дайын болады? Жалпы архивке кішкене тоқтала кетейін тағы да. Бізде қалада архив 4 ғимараты бар. Құжаттар сақталған, сонау 20 ғасырдың басында, 19 ғасырдың соңынан бастап құнды құжаттар бар. Тәркілеудің кезіндегі ашаршылықтың кезінде құжаттары бар. Көп құнды дүниелер бар. Біз осы құнды дүниелердің барлығын қазір цифрлық форматқа көшіріп жатырмыз. Оцифровка жасалып жатыр. Бүкіл құжаттарды сканерлеп, арна үлкен терабайт құрылғыларды алып, сол жерге қойып жатырмыз. Қазір бүкіл архивтегі құжаттардың 7% сканерленіп, цифрлық форматқа өтті. Бұның себебі жаңа құнды құжаттар, ол материал ғой, ол уақыт өте келе тозады, ертең шаң тозаң болады. Құн архивтің ішінде қағаз жейтін құрттары болады деген сияқты, онда өзінің вирустары бар. Соның бәрі жойылып кетпесін деп істеп жатқан дүние. Өйткені бұлардың барлығы қалу керек, және ғылыми айналымға ену керек.
қазір ғылыми айналымға енгізу жөнінде үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Тарих саласына маманданған университеттермен меморандумға отырдық. Олардың ғалымдар келеді, студенттер келіп, осы жерде біздің архивтерде отырып, практикадан өтеді, сол жерден үйренеді архивтің. Сосын қазір оцифровкадан бөлек, жаңа өзіңіз айтқандай, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде қазір ұлттық комиссия құрылып жұмыс жүргізіліп жатыр. Осы бойынша біз қалалық деңгейде тағы да комиссия құрылған. Сол комиссияға біздің архивтің директоры да мүшелік етеді. Сол жерде біздің архивке қатысты және біздің осы кезінде Ақмолада өмір сүрген қандай тарихи тұлғалар бар, соларға қатысты бүкіл құжаттарды алып беріп жатырмыз қазір. Сол құжаттардың барлығын береміз. Әлі жұмыс аяқталған жоқ. Осылардың барлығы ғылыми айналымға еніп, сараптамадан өткеннен кейін сол тұлғалар ақталып шықса, демек біздің архивтің потенциалын пайдаланып жақсы бір жұмыстар жасалды деп ойлаймыз. Жалпы бағыттағы жұмыстар осылар архивке қатысты. Басқарманың алдағы жоспарларымен бөліссеңіз? Басқармада қазіргі таңда осы мен басшылыққа тағайындалғаныма 3 айдай болды ғой енді. Осы көлемде 3 айдың көлемінде қазір жиыстырып қарап, әркіммен ақылдастым, өзім ойымда жүрген дүниелер бар. Менің ойымша бізде интеллектуалдық жобаларды көбейтсек деген жоспарымыз бар. Интеллектуалдық жоба дегенде мысалы әртүрлі қазір форматта квиздар әртүрлі өтіп жатыр ғой енді. Брейн рингтер өтіп жатыр. Осыны қазақ тілді ортада әртүрлі мекемелердің арасында, қала тұрғындарының арасында осында интеллектуалды сайыстарды ұйымдастырсақ деген жоспарымыз бар. Одан бөлек жаңағы мемлекеттік органдарға бақылау функциясын алып тастады дедім ғой. Жаңа кәсіпкерлер болсын, басқа болсын. Енді мен қазір өткенде жақында сөйлестік. Тіл саласындағы медиацияны дамыту деген бір жобаны қолға алсақ деп жоспарымыз бар. Өйткені мемлекеттік органдарға бақылау функциясын бермесе, біз азаматтық қоғам арқылы шығайық деген ой бар. Қазір мемлекеттің бір саясаты мемлекеттік кейбір функцияларды бәсекелес ортаға беру деген бар. Азаматтық қоғам іске асырылады, яғни госзаказбен, мемлекеттік тапсырыспен. Осындай тұтынушылардың құқығын қорғайтын ұйымдармен, медиацияны дамытып жүрген ұйымдармен бірлесіп, мемлекеттік тапсырыстың аясында олар азаматтардың құқықтарын қорғайды. Мысалы бір жеке азаматтың құқығы тапталатын жағдайда сол ұйым соның сөзін сөйлеп жаңағыдай кәсіпкерге барып айтады. Біз азаматтық қоғамбыз, қоғамдық ұйымбыз. Мына кісінің сіз құқығын таптап отыр екенсіз. Біз құқық қорғаушы ұйым ретінде сіз осы кісімен арада конфликтін шешіп, мәселені бұдан кейін қайталанбауын қамтамасыз етуіңіз керек дейді. Егер шешпеген жағдайда, ол медиативтік тәртіппен шеше алмады ғой, одан кейін ол сот арқылы сотқа беріледі. Егер болса, азаматтық қоғам сотқа беріледі. Біз бере алмаймыз мемлекеттік орган. Азаматтық қоғам бере алады. Олар баж салығын төлемейді мемлекетке. Осындай жобалар бар. Сосын жаңағыдай ақпараттық күндерді көбейтсек деп жатырмыз. Мықты тұлғалармен жастардың арасында бір диалогтарды көбейтуіміз керек. Мықты шыққан жастарды көбейтуіміз, халықпен байланысты күшейтуіміз керек. Біліммен бөліс деген жобамыз бар еді. Оны да қолға алып жатырмыз қайтадан. Әлемнің көптеген үздік оқу орындарында, басқа университеттерде оқып келген қаншама азаматтар бар, білімді. Сол жинап келген білімдерін келіп аудиторияға, астаналықтарға тегін түсіндіріп айтса болады. Мысалы, қазіргі өзі оқыған Гарвард университетінде оқып келсе, мысалы Гарвардта қандай жаңашылдықтар бар, ол жаққа оқуға қалай түсуге болады. Ол жақта қазір ғылым қалай дамып жатыр, мысалы, оқыту методтары қалай, мысалы. Сол сияқты Кембриджде оқып келген бір жігіттер бар, басқа да бар. Осындай бір кездесулерде өткізіп жатырмыз, жылы форматта, жылы атмосферада өтіп жатыр. Көп, мысалы, ол жерге негізінде, мысалы, осы бір елде тұрып, осы жерде оқығаннан бөлек, сол жерде оқып көріп білген адамның айтатыны бөлек болады. Оған қойылатын сұрақтар да бөлек болады. Осы сияқты танымдық дүниелерді көбейтіп қазір жоспарлап келесі жылға істесек деген ойымыз бар. Сізге көп рахмет. Жаңағы айтқан бүкіл жоспарларыңыз орындала берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен кезекті хабарымыз тәмам. Аман сау болыңыздар.